Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода мен сіздерге супергеройлар, яғни құдіретті күш иелері туралы айтатын боламын. Кішкентай кезімде Марвел фильмдерін қарауды ұнататын едім. Тіпті қазірдің өзіне қараймын. Ал ойлап қараңыздаршы, осындай адамдар, кейіпкерлер шын өмірде бар болса, қалай болады? Ал соларға тоқтала кетейік. Телекинез дегенді білесіздер ме? Дәл сондай жағдай мына әйелмен болды. Ол адамды ұшырып қозғалтады. Ал видеоға назар аударайық. Осы кезде өзін қолдана алмаған әйел адам қатты айқайлағанда тіпті столдардың өздері қозғалатынын қараңыздар. Бұл жерде жаңалық түсіріліп жатырса, камераға мынандай таңғажайып оқиға түсіп қалды. Жігіттің қолынан көк зат жанып тұр, және ол тез қашып кетеді. Адамдардың камераның түсіріліп қалған байқаған әлгі жігіт тез жүгіріп қашады да ары қарай өтіп кетеді. Ал бұны барлықтарыңыз білетін шығарсыз деп ойлаймын. Қытайда түнгі сағат 3-те болған оқиға. Көріп тұрғандарыңыздай мотоцикл келе жатыр, машина қағайын деп жатырған кезде бір тылсым жағдаймен бір жігіт оны құтқарып қалады. Ана жақтан шығады. Дұрыстап қараңыздар. Жігіт өте тез жылдамдықпен келді де оны алып кетті. Дәл сондай жағдайлардың бірін көрсек болады. Міне жігіт тез жылдамдықпен әйелді құтқарып қалды. Бұл фокус ба немесе шынайы жағдай ма ешкім білмейді. Судың үстінен жүретін индиялық жігіт. Қараңыздар, халықтың бәрі бұндай тылсым қасиетті тамашалап тұр. Ал жігіт судың үстінен емен-еркін жүріп келе жатырғанын көріп тұрмыз. Бұл қалай екені әлі де түсініксіз. Енді мына видеоға назар аударайық. Телепорт, яғни қайдағы жоқ жерден адам атып шықты және машинаның қасында құлап жатыр. Бұл да түсініксіз болып қалады. Ал осымен біздің видеомыз аяқталды. Ұнатса лайк басып, арнамызға жазылайық. Алдағы уақытта одан да қызықты видеолар шығып тұратын болады.